Бізде колледжде балалар азайғаны, бізде население азайып келеді. Халық азайып келеді. Ауданда, иә? 800 бала оқитын мектепте қазір 200 бала оқиды. Мысалға, осы бір 10 жылдың көлемінде. 3 этажды мектеп, мен жаз бойы арыладым, бүкіл аудан бойынша мектеп. 3 этажды мектепте, 3 этажды мектеп. Бірінші этаждың бір блогында ғана оқиды бала, 35-ақ бала қапты. Көрдік қой бар. 35-ақ бала қапты, мысалы. Енді егер осылай барса, бір 5 жылдан кейін біраз мектеп жабылады. Жабылады деші. Біз анау статистика, білмеймін, жаңа қалай екенін, осыдан 10 жыл бұрын 10 мың халық тұратын, әлі 10 мың халық тұрады. Фактически оның жартысы жоқ уже. Енді не істейміз? Қайырлы күн. Бүгінгі студиямыздың қонағы Руслан Амантайұлы бүгін елден келіп отыр. Ақмола облысы Ерейментау ауданынан келіп отырған қонағымыз. Руслан Амантайұлы Ерейментау қаласының агротехникалық колледжінің бұрынғы басшысы, физика, қазір бүгінгі физика пәнінің оқытушысы. Енді Руслан мырза, мына қайнаған осы жаңағы ауыл мамандарын өсіретін үлкен агротехникалық колледжден келіп отырсыз. Енді біз сыртыңыздан білеміз. Мысалы, бүгін қай жерге бармасаңыз да, қандай бизнеске бармасаңыз да, тек қана ауыл емес, жалпы техникалық кәсіп, техникалық мамандар бүгін жоқтың қасы. Бүгін шын айтқанда үлкен ірі шаруашылықтардың өздерінде мынау кеңес заманынан қалған мамандар осы біздің замандастар кезінде қазір міне пенсияға жақындап қалды. Көпшілігі солардың күш қуатының, қайратының арқасында ұсталып тұр. Енді сізге деген сұрақ, Руслан мырза, бүгін өзіңіз осы басқардыңыз, бүгін осындай еңбек адамдарын, техникалық мамандарды бүгін қалай бүгін жүзеге асырып жатыр, қалай оларды оқытып жатыр, қандай жағдайда өсіріп жатыр? Өзіңіз білесіз, бүгін мына өсіп келе жатқан жастардан олардың тренд дейді ғой бүгінгі беталыс деген басқа. Енді мына бүгінгі судья болғысы келетін, заңгер болғысы келетін, антикорда қызмет істегісі келетін жастарды, оларды не итермелеп отыр бұл жұмысқа әлі белгісіз. Бұл біздің қоғамда көрініс алған мүмкін мынау коррупциялық, біздегі бүгін жалпы мына успешный дейді ғой, бүгін мына жолы болған адам, бүгінгі мықты адамдар кім дегенде біз көшеде байқайтынымыз мемлекеттік қызметтегі азаматтар, солай емес пе? Бүгін әкім болыпты, болмаса бір жерге прокурор болыпты, болмаса бір жерге судья болыпты, болмаса бір облысқа әкім болыпты десе, бүгін туыстар жаппай құттықтап қуанып жататын мамандықтар, бұлардың барлығы еңбек адамдарында ешқандай қатысы жоқ. Бірақ мына еңбек адамдарынсыз, мына біздің ары қарай инновациялық дамуымыз, мына біздің ары қарай үлкен ел болуымыз, мынау техникалық мамандықты ары қарай алып кетуіміз, жұмыс беру, ертеңгі кәсіп, қазақтың енді шынын айту керек, бүгін қаншама мынандай инновациялық бір үлкен жобалар жасап жатсақ та, бұл Қазақстан ата-бабадан қалған кәсіп, мына егін, мал, жер, осыны игеретін азаматтар, жалпы сол азаматтарды қайнатып шығаратын мектеп, сол мектептен келіп отырсыз. Бүгін мысалы бірінші сұрақ, неге қазақ баласы техникалық мамандыққа барғысы келмейді? Оны ашығын айту керек. Бұл салада мемлекет тарапынан енді осы кәсіптік техникалық білім беру колледждерге көп жағдай жасалған. Біз өзіміз профориентация жасаймыз ғой мектептерге, ауылдардың мектептеріне барып жасаған кезде. Жаңағы айтатын болсақ, стипендиясы көтерді қазір. Мысалы 43.534 теңге алады бастапқы. Егер жақсы оқыса, 5 оқыса, қосымша жаңағындай жақсы оқыған үшін қосылады 50 мың маңайында. Көп профориентациясы өзім мектептерде сабақ бергенсін, қатар балалармен көп сөйлесем, жаңағы айтып отқан үшін расында да көбінесе техникалық колледждерге кімдер келеді? Көп келіп жатқан балалар қазір мектепте енді орташа оқыған бала. Бір. Екіншіден бір жағдайы төмен, көп балалы отбасылардан мүмкіншілігі жоқ қалаға баруға. Қандай мүмкіншілігі бар балалардың барлығы осы қалаға, басқа салаларға, жаңағы сіз айтып отқан жаңағы мемлекеттік қызметтер жағына, осындай жұмыскер мамандыққа шынында да әлі де балаларды біз соған тарта алмай жатырмыз. Қазіргі кезде күнделікті көріп отырмыз ғой, жеп отырған тамағымыз, мініп жүрген көлігіміз, тұрып жатқан үйіміз бары осы жаңағы
жұмыскер мамандықтардың арқасында салынады, солай ғой? Иә. Сондықтан бүгінгі күнде балалардың, білмеймін, мен де өзімде сұрақ болды, ауылдарға барып, өзім басшы болған кезде ауыл әкімдерімен сөйлесіп, жаңа кәсіпорындармен сөйлесіп, өзімде сұрақ қойдым. Сіздерге маман керек қой? Маман керек. Сіздер ауылда мамандық жіберіңіздер балаларды. Осындай бала ертең соларға жұмыспен қамти аласыздар ғой деп. Жіберетіндер бар, жіберілмейтін бар. Енді ауыл шаруашылығында жаңа өзімізді әкеміз механизатор болып өмір бақи жұмыс істеп келген адамбыз. Оның шет жағасын білеміз, қандай қызмет екенін. Бірақ қазір жастарды ақырын енді осындай мемлекет басшысы жаңағындай осы жылды атап отыр ғой, жұмысшы мамандық. Барлық жағдай жасалып тастаған. Сөзіңіз аузыңызда. Мына бүгінгі жастардың, мысалы сіздің колледжде неше орындық колледж бұл жалпы? Жалпы 200 орындық. 200 орындық. Мысалы өзіңіз басқарып отырған жылдары недобор дейді ғой, мына бала қанша адам жетіспей отырды осы колледжде? Әлі күнге 50% жетіспей отыр. Әлі күнге дейін 50% жоқ. Иә, бұл әрбір облыста, аудандарда осындай агротехникалық колледждер бар. Әрбір ауданда бар. Жылдағы бізді тапшы, біз осы жұмыскер мамандықтарды жинай алмаймыз. Міне қараңыз, оқу тегін бе сіздерде? Оқу тегін. Оқу тегін бірінші. Жатақхана тегін. Тамағы бір мезгіл түскі ас тегін, жұмыскер мамандық. Тамағы тегін. Жаңа қанша стипендия қанша дедіңіз? 43.534 теңге. 43.000 жақсы оқыса, үстіне плюс. Үстіне қосылады, жаңа 50 мыңдай болады. Үстіне қосылады. Оқу ұзақтығы қандай сіздерде? Бізде 9 жылдық мектеп бітіргеннен кейін, 9 класстан кейін, сыныптан кейін, яғни 2 жыл 10 ай. 2 жыл 10 ай. 2 жыл 10 ай. Оның ішінде енді ол бала ертең оқу бітіргеннен кейін орта арнайы білім алып шығады. Орта арнайы білім деген, орта білім 11 жылдық плюс мамандық алып шығады. 2 жыл мектепте отырмай, ол жаңа 2 жыл 10 айдың ішінде нан табатын кәсіп алып шығады. Нан табатын кәсіп алып шығады. Енді міне шықты, мысалы 200 адамнан сіздерден 100 адам шықты. Осы 100 адамның бірін оқу бітіре салысымен жұмысқа орналасу мәселесі қалай? Жұмысқа орналасу мәселесі қазіргі кезде мынандай мемлекеттік тапсырыс бар ғой. Иә. Жылдың 1-ші курсқа оқуға түскен баламен міндетті түрде біз кәсіпорындармен келісімшартқа отырамыз. Келісімшарт оқығанда біз жаңағы ол мысалы қандай кәсіпорындар? Қалада болсын, ауылда өз тұрғылықты жерінен болсын, жаңағы егер жаңағындай ауыл шаруашылық механизатор болса, сол ауылда жаңағы шаруашылық қожалығы бар, сонымен келісімшартқа тұрамыз. Яғни біз практиканы міндетті түрде сол жерден өтеді. Ол жерде практикасына жалақы төленеді? Жоқ, жалақы төленбейді. Практиканы сол жаңағы, мысалы, сіз басқарған Ерейментаудың маңындағы, мысалы, ірі шаруашылықтар бар ғой енді, жаңа Новомарковта отыр, егін егіп жатқан, енді Ерейментаудың жолымен өткенде көреміз ғой. Небір жаңа техникалар тұрады, самсап. Мысалы, солардан сіздерге қанша өтініш түседі, бізде осындай мамандық керек деп? Біз қанша бала қабылдаймыз, студент? Соншалықты келісімшарт жасалады міндетті түрде. Балалар, егер ол бала мен өз ауылдағы осы қожалыққа барам десе, сол ауылдың қожалысымен сөйлесіп, яғни 3 жақты келісімшарт жасалады. Егер де балалар жаңағында, егер ауылда жаңағында шаруашылық болмаса шағын, онда біз өзіміз ұсынамыз. Қалам басынан, басқа кәсіпорындардан, аудан көлемінде өзіміз ұсынамыз кәсіпорындармен. Кәсіпорындар бар, келісімшартқа дайын. Келісімшартқа бүгінгі күнде де хабарласып, мен осындай студенттерді практикаға алсам деп өтініш білдіріп жатқан. Жақсы. Мысалы, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, сіздерде аспазшы, автослесарь, ауыл шаруашылық мамандары, механизатор дейді. Трактористтер ғой. Бүгінгі енді шын айтқанда бүгінгі техниканың көпшілігі үлкен шаруашылықтарда бұлар шетелдік техника. Осы енді кез келген, мысалы, автослесарьдан бастап аспазшыны алатын болсақ, бүгін жақсы ресторандарда шаруашылықты қойғанның өзінде, жақсы ресторандардың өзінде жақсы аспаз табу қиын. Бүгін бір ресторанның аспазын екінші ресторан жаңағы ұрлағанда, мәдени түрде айтқанда, жалақысын көбірек ұсынып, қазір сондай бір бәсеке бар. Осы кәсіпте жүрген азаматтар, кәсіпкерлердің әңгімелесетін болсақ, таппай жатыр. Осыларды мысалы дайындау деңгейі ақсап тұрған жоқ па сіздерде? Дайындау деңгейінен бұрын мен айта кететім, мына ауылда бізде бітіреді ғой балалар, оқуға бітіреді. Содан жаңағы ауыл шаруашылықтарына жұмысқа барады. Бұл кәсіпорында бір жағына жұмыс берушілердің жаңағы бітірген студенттер ұстай алмай тұрған бір себебі. Бұл кісілер мысалы егін шаруашылығымен алысса,
көктемде А, себер кезде маусымдық жұмыстар. маусымдық жұмыс болып кетеді, күздігіне жинайтын. Иә. Одан кейін жұмыссыз қалады балалар. Сол уақытта мені студенттермен сөйлескеннің өзінде де олар айтады, біз 3 ай 4 ай жұмыс істейміз, содан көбінесе үлкен қалаларға кетіп қалады. Астана, міне, Тиіп тұр дейсіз. Астана тазалық бір, жасылдандыру, зеленстрой дейміз ғой, Жасыл екі, аймақ. жасыл аймақ. Иә. Осы жерге көп біздің балалар жұмыс істеп жатыр. Жұмыс істеп жатыр. Өйткені ауылда оларда жылына 12 ай жұмыс істейтін жұмыс жоқ. Немесе жаңағы без содержания дейміз, ақысыз еңбекке қоя береді. Оған жаңағы отбасына асырау керек. Сонда 3-4 ай жұмыс істеп, 8 ай болып жаңағы жұмыскер жата алмайды дейміз. Мысалы енді осы жаңағы өзіңіз басқарған агротехникалық колледждердің жалпы болашағы бар ма? Шынын айтқан. Мынаны мемлекет мысалы бұған егер сұраныс болмаса, ешқашан мысалы 200 орындық колледж ешқашан жартысынан артық толмаса, бұны бұлай ұстап тұрудың жалпы қисыны бар ма? Мәні бар ма? Болмаса бір өзіңіз мысалы осындай оқу орнын басқарғаннан кейін мысалы қандай ұсыныстарыңыз бар? Егер де ауылды жерде ірі қожалықтар, жаңа сіз айтып отқанда Майлан, Новомаровка, содан кейін біздің Ерейментаудың басында авторемонтный завод дейміз, КИ 811 деген бар, иә. Онда бізде балалар жұмыс істеп отыр. Жаңағы авторемонтный завод дейміз, жөндеу заводында аккредитациядан өткен кезде осында тәуелсіз эксперттер келіп, заводқа барсақ 80% осы біздің колледжді бітіргендер екен. Атасы істейді, әкесі істейді, династия, немересі істеп жатыр. Олар енді жаңағы жұмыспен қамтып отырады. Ал шағын қожалықтар бар ғой, ауыл жерлерде көбінесе шағын шаруашылық. Олар, яғни олай ұстай алмай отыр да оқушыларды. Яғни жаңағы маусымдық жұмыс, одан кейін олар өздерінің семьялық жаңа бала шағалары жұмыс істейді, жақындары бұрынғы жұмыскерлер. Ал жалпы кәсіптік техникалық колледждердің енді мына мемлекет басшысы бұл проблеманы біледі. Алдағы уақытта яғни қандай өзгеріске келе жатқан бұл тапшы мамандықтар, ертең тапшы жұмыс істейтін адам болмайды, қара жұмыс істейді. Жаңағыдай трактор айдайтын, құрылыс жасайтын, тағы да басқа салаларда жаңағы аспазшы деп айтса, бұл күнделікті керек мамандықтар. Сол себепті жылдан жылға бір жағдайлар қандай да бір өзгеріс жасалып жатыр, жақсы өзгеріс жасалып жатыр. Осыларды балаларды тарту бойынша, жаңағыдай осы кәсіптік техникалық оқуға шақыру үшін. Енді мен дөп басып айта алмаймын, жаңағы сіздің сұрағыңызға айтайын. Керек пе, керек емес пе деген. Бірақ негізі бұл мамандықтарға сұраныс көбейеді деп ойлаймын. Жаңағы осы жұмыскер мамандықтардың сұраныс көбейген сайын енді балаларды осы жұмысқа тартуға біз енді шамамыз келгенше тырысып жатырмыз қазір. Руслан мырза, мысалы үлкен бізде кәсіпорындар ашылып жатыр, иә. Енді мына хабарды қарап отырсақ, біз автопром, мына автокөлік, отандық автокөлік дегелі, міне уже 30 жылдан асты. Бірақ енді өкінішке орай бір автопромды қазір Өскемендегі Азия автоны жерлеп қойдық қой. Бірақ енді мына қазіргі бізде жаңағы баяндамаларға қарап отырсақ, үлкен автопромдар қаншама автобус жасайтын завод, жеңіл автокөлік, біріккен кәсіпорындар ашылып жатыр. Осы үлкен мекемелермен бір келіссөздер жасауға, соларға маман дайындауға болмас па екен? Дұрыс айтасыз. Енді біздің өзіміздің ауданда ондай кәсіпорындар жоқ қой, жаңағы авторемонтный завод дейміз. Бірақ бізде қазір мынандай ұсыныс келіп отыр, осы жақын арада барып сөйлесіп басшысымен. Бізде мынау темір жол саласы, жаңағы машинистердің көмекшілері дайындау. Иә, осы біз Қарағанды жақта дайындалады ғой. Сондықтан бізде жаңағы темір жолдың торабында тұрмыз ғой. Сол себепті жаңағы жұмыс берушілерден олардың өздерінен сұраныс туып отыр да, бізге осындай керек, біз дайындасақ қалай болады деп. Иә, сол мына жұмыс берушіменен сіздердің мамандарыңызбен екі ортаны бір сондай байланыстыратын керек. Иә, сұранысқа сәйкес. Иә, сұранысқа, дұрыс айтасыз. Сондықтан біз жаңағыларды мысалы дайында осы қолға алып жатыр. Олар енді бізге колледждерде ең қиын бір өзіміздің ішіміздегі бір қиын мәселе кадр мәселесі. Оқытушы, жаңағы шебер, мастер дейміз ғой. Мастер дайындау, мастер табу өте қиын. Мен өзімде басшылық кезінде біз жаңағы ремонт жасайтын заводтан оған жоғары білімді маман керек та, содан шақырып, осындай сіз енді техникалық талаптар ұстаздарға қойылатын сондай ғой. Иә. Соны келіп балаларға үйретсеңіз қалай болады, дайындайық деп. Енді қаражат мәселесі ме, жаңағы жалақының аздығы ма, ондай адамды біз шақыра алмадық шыны керек. Сондықтан жаңағы ең бірінші қандай сұранысқа ие мамандық дайындайын десек, бізге білікті мамандар жетіспейді. Сол балаларды оқытатын. Балаларды оқытып дайындайтын мамандар жетіспейді.
ең бірінші мәселе. Жаңағындай тағы да біз бір уақытта жаңа қазіргі кезде мынау шаштараз әртүрлі бар ғой күнделікті. Мысалы қарап отырсаңыз, қалалы жерлерде көп жерде осындай дайындауға жоғары білімді жаңағындай білікті маман таба алмадым мен ашу үшін. Жаңағындай 3 айлық, 1 айлық жаңа сертификат курс өткен, оларға жаңағындай талапқа сай келмейді жаңағы. Мүмкін сол жоғарғы білімді маман болғанда бұл жерде былай ғой, Руслан мырза. Мысалы, жоғарғы білімді бұл мамандардың да түр-түрі болады. Жаңағы 3 айлық сертификаттан өткен, бірақ осы маманның жаңағы жілігін шаққан азаматтар болуы мүмкін ғой. Мысалы, соларды жұмысқа алудың, мысалы, кейбір мамандар ешқандай жоғары білімсізде техниканың бәрін шағып тұрған мамандар бар. Мүмкін соларды іріктеудің сол мүмкін талаптарды жұмсарту керек пе екен? Мүмкін жаңағы квалификация бар ғой. Ең бастысы олардың қолынан іс келетін, балаларға бүгінгі тілмен үйрететін, бір заманауи тілмен үйрететін. Мысалы, мен бір осы арнайы техника, спецтехника дейді ғой, спецтехникамен айналысатын бір азаматтардан осы погрузчик дейді ғой, жүк тиеуші погрузчик, Қытайдан келген погрузчик, соған отырғызатын маман таппай жаңағы жұмыс істеп жүрген погрузчиктің қасына өзі осы жұмыс істей алады деген баланы қосып, 1 айдай соның қасында жұмыс істеп, сосын соны игеріп кеткен адамдарды көріп отырмын. Енді мысалы сіз жаңа айтып отырсыз, 2 жыл, неше ай дедіңіз? 2 жыл 10 ай. 2 жыл 10 ай дегенде біраз уақыт мысалы. 9 жылдан кейін, 9 сынып бітірген балалар. Егер 11 сыныптан кейін баса, орта біліммен барса 1 жыл 10 ай. Базалық сіздер жоғары мектеп қабырғасына білімді бересіздер. Береміз, қосымша осындай мамандық алып шығады. Қазіргі кезде мынау кәсіпорындардан, жаңағындай кәсіпорындардан егер колледждерге маман келетін болса, ол да қарастырылған. Яғни бірден жаңағы категориясын беріп, жұмысқа қабылдаймыз конкурс. Бірақ ондай мамандар болмай тұр, шын айтқанда, біліктілікте бар. Ал енді жаңағы егер сырттан жаңағыдай әкеп, енді ол балалармен жұмыс істеген, егер 9 класс бітірген балалар, 15-16-тағы балалар. Көрдіңіз бе? Кәмелетке толмаған балалар, сондықтан бұл жерде де енді жаңағындай жоғары білімді міндетті түрде талап етіп отыр қазіргі кезде. Егер де жаңағындай мастер дейміз ғой, шебер болатын болса, ол жаңағындай қабылданады. Мастер болып жұмысқа қабылданады. Орта арнайы біліммен, кәсіптік білімнен кейінгі. Міндетті түрде қабылдай аламыз. Бірақ тапшылық жаңағы біз кез келген мамандықты аша алмаймыз. Маман тапшылығы осындай. Енді бүгінде мысалы көз алдымызда мынандай недер үлгі ретінде қарайтын жағдайлар бар. Мысалы, мына BI Group қой, Айдын Рахымбаев өзінің туған ауылында, мына Шығыс Қазақстанда, Самар ауданына осы жақтан білікті мамандар апарып, жаңа бином мектебін ашып, ауылдағы балаларға деген жалақысы бүгінгі қаладағы мұғалімдерден 2 есе артық болмаса кем емес азаматтарды өзінің күшімен апарып оқытып отыр. Мысалы, енді ол бір жеке жағдайлар, бұл жағдай бар болған мүмкіндік. Мысалы, үкіметпенен осындай жағдай істейтін болса, мысалы, балаларды болашақпен шетелге жіберген барлығы жақсы ғой. Енді оның барлығы жүріп жатыр, қолға алынған. Бірақ осы балаларды оқытуға елдің ішіне жіберетін бір мамандарды үкімет тарапынан қолдау болса. Дұрыс айтасыз, үкімет тарапынан біріншіден біз мысалы аудан болсақ та, аудан орталығы қалалы жер болып санаймыз. Біріншіден келетін жаңағы дипломмен ауылға бағдарламасы жүрмейді мысалы. Егер университетте жоғары білім келсе, ол бағдарламаға ол кіре алмайды, қалалы жер болғандықтан. Екіншіден жаңағындай тұрғын үймен қамтамасыз ете алмаймыз жаңағындай бағдарламаға. Қала болып есептеледі. Қала болып есептеледі де ешқандай жаңағы ешқандай не жоқ. Дипломмен ауылға бағдарламасы жүрмейді. Бұл дипломмен ауылғаның тағы бір кемшілігі. Бұл мәселе дипломмен ауылға дегенде тек қана таудың арасында жатқан ауылға бару міндет емес. Негізі шалғай аймақтарда орналасқан осындай қаланы қолдау. Аудан орталықтарына, енді барлық жаңағындай колледждер аудан шоғырланып бір аудан орталығына. Бірақ біліктілік мамандар шақыру үшін, яғни осындай жағдай жасалмаған бір. Екіншіден жаңағы оқуын бітірген университеттер, енді бұрынғы неге қарайтын болсақ, міндетті түрде барып сол жерде жұмыс істеу міндетті болды ғой бір кездері. Көрдіңіз бе? Оқуын аласың направлениемен, жаңағы бір жерге барып, осындай 3 жыл ма, отработка сияқты. Ондай жоқ. Университет бітірген мамандықтар біз білмейміз, олар өз еркімен жұмыс істейді. Егер жаңағындай бағдар беріп,
аудан орталығына барасыз осы 3 жылға келісімшартқа. Университет бітіріп келіп, сіздің шағын қалаға келіп жұмыс істесе дейсіз ғой. Иә, жұмыс істесе, жаңағы дипломмен алу қандай да бір бағдарламамен, тұрғын үймен қамтамасыз етілсе, жұмысын жасаса, ертең ол 3 жыл емес, ол әрмен қарай енді қала береді ғой, егер ұнап осы жұмыстың несі болса. Бірақ бізде ондай ешқандай не жоқ та, мемлекет тарапынан. Жаңағында тек қана ауылға баратын жаңағы қалалы аудан орталықтарына ол жүрмейді қазір. Енді Руслан мырза, мынау жаңағы ұлтқа бөлу емес, жалпы осы бүгінгі сіздерде оқып жатқан оқушылардың ұлттық құрамы қандай? Дұрыс сұрақ. Ұлттық құрамы 50%-нан артығы, шынын айтқанда, басқа ұлт. Қазақ емес. Қазақ емес, басқа ұлт. Басқа ұлттың балалары. Енді басқа ұлттың балалары аталармен сөйлестік. Жаңа сұраймыз ғой, бізде де сонда неге қазақ балалары келмейді? Сонда мына орыс ата-аналармен сөйлесек айтады, мынау 9 жыл әлі жас, бітіріп алсын, әрі қарай бұл мамандыққа істей ме, істемей ме өзі біледі. Менің міндетім қазір бір оқыту одан кейін. Жаңағында үлкен бір жағдайы бар, бизнесі бар, қожалығы бар, үлкен шаруа болса да, жаңағы балалар мында жібереді. Бір ата-ана келіп айтады маған, бұл енді 15-тегі бала, қазір мұнда үлкен өмірге балалармен араласып, ортаға бейімделеді. Сол үшін ғана жіберіп отырмын деген ата-аналар бар. Бірақ біз қазақ ұлттары расында да жаңағындай баяғы сыпыту ғой бір кезде. Иә. Ой, шарага деп, халықтың арасында шарага деп айтады балаларын. Ой, мен балам шарага. Білімі жоғарғы оқу орнына жарамай қалғандар бұрын осындай жаңа сыпыту училищелерге кетуші еді ғой. Сондай қабылдау, сондай көңіл күй қалып тұр ғой. Ата-аналардың сондай бар. Кейбір балалар бар, оқуға келгісі келеді, бірақ ата-аналар бергісі келмейді. Мен Астанаға баласы нан табатын, нақты бір мамандық алып шығатын жерден қағып отыр дейсің ғой. Жоқ, Астанаға барады, немесе басқа қалаға барады деген сияқты. Осындай. Көп нәрсе бұл жерде ата-аналардан болып тұр қазір бізде. Енді мынау жалпы биылғы еңбек адамның жылы деп, еңбек адамына деген бір осындай қошеметтің өзі тек қана осы теледидар деңгейінде науқаншылық болып қауіп қалама деген қауіп бар негізі. Ол еңбек адамы деген кезде бізде мынау жалпы кешен түрде жақындау керек сияқты болған. Бізде мынау жаңағы болашақпен шетелде оқып келген ертең министр болатын, осы министр болып та жүр ғой, бірақ аса жарытып жүрген жоқ. Министр болып кеп, әкім болып кеп, мына жерде тіптен жердің топырағын иіскемей бүгін билікте жүрген азаматтар көп. Бірақ дегенмен мына жұмыс жасайтын, техникалық жұмыс жасайтын, қазақша айтқанда елді асырайтын азаматтар осыған да бір мемлекет тарапынан көңіл бөлу керек сияқты. Міндетті түрде. Мына балаларды оқытатын мықты мамандарды оқытып, ауылдарға жіберіп, соның субсидировать ете ме екен, жаңағы қызметін, жұмысын, тұрғын үймен қамтамасыз ете ме екен, бір жалақында аздығы білінеді бұл жерде. Көбінесе білікті мамандар, мен жаңа айтып отырмын, заводтан мамандар шақырдым осында. Бізде сіздердің жалақыларыңыз аз екен деді. Біз оған міндетті түрде берілген неден мен асырып ештеме бере алмаймыз ғой, жаңағы біліміне, санатына байланысты. Енді бірнеше өзіміздің бітіріп кеткен студенттердің арасында білемін, жаңа жұмысшы мамандықтар алған. Осы Астанаға келіп, жаңа кәсібін жалғастырып жатқан. Өзі жаңағы не ашып, жеке айтамыз ғой, епісін ашып, жұмыс істеп, жаңағы бүгінгі күнде жақсы табыс тауып, жұмыскерлер алып отқан балалар да бар. Арасын айтқанда қазір кезде жақсы сантехник, жақсы жаңағындай дәнекерлеуші, сварщик деген. Олар жақсы жаңағындай кірпіш қаласа да, жақсы электрик болса, мықты маман болатын болса, қай жерде болса оған сұраныс көп. Жап-жас азаматтар мына қазір үйге ремонт жасап жүр. Бүгінгі ремонттың деңгейі, бүгінгі шығып жатқан құрылыс материалдарының барлығы бүгін жаңарып отыру талап етеді. Мысалы, мен өзім көрген оқиға. Мысалы, Қытайдан келіп жатқан бүгін автокөліктер көп. Қытайдан ресми келіп жатыр, ресми емес келіп жатыр. Серый дейді ғой, сұр мәшіндер көліктер келіп жатыр. Осы автокөліктерді расшифровка жасап, жаңағы қазақша неге орысшаға аудару, тіптен қазақшаға аудару болса да, ертең бір соны аударып жатқан жас азаматтар бар. Анау жаңағы бір жарты сағаттық қызметі өте жақсы тұрады бағалар. 200 мың, 150 мыңға бүкіл жаңағы электроникасын барлығын реттеп, біздің жаңағы осындағы
неге тілге ыңғайлап жасап берудің өзі мысалы сондай жұмыстарды енді қалыптасып қалған мысалы техникалық колледж болғаннан кейін әрине мысалы ауыстыру қиын иә аспазшыдан болмаса автослесарьдан ал сол автослесарьдің орнына мысалы автоэлектрик сол жерде бүгінгі заманауи сұранысқа ие мамандықтарды оқытса соған байланысты өзгертсе мысалы сіздердің колледждер сол кезде еңбек адамына деген бір нақты бетбұрыс болар еді да бұл мысалы күш қуаты бар расымен де менің тағы да бір 2-3 туыстарым таныстар бар жастар солар өздерінің ниетімен мына ремонт жасайтын жаңағы бригадаға ілесіп бірге соны өздері сол жақтан үйреніп жүр соны мысалы неге оқу орнында үйретпеске бүгін сол себепті ең бірінші білікті мамандар жоқ болып тұр қазір білікті мамандар жақсы мамандық жаңағындай кәсібі бар жаңағы ЭСТО дейміз ғой сонда істеп жатқан мықты мамандық шақырушы келмейтін да жаңағындай шарттары бар еңбек ақысы төмен тұрғын үймен қамтамасыз ете алмаймыз сол себепті ол өзінің кәсібін өзі жұмыс істеп жаңағы өз табысын тауып отырды ал балаларға жаңағы студенттерге үйрететін балалар сондай білікті мамандықтар жоқ бірнеше мамандықтар ашуға біз бастадық жаңағыдай қазір IT саласында тағы да бір басқа салаларда жаңағыдай ашамыз десек жаңағыдай осыны білікті мамандықтар таба алмай соған келіп тіреліп отырдық қой шыны керек біздің өзіміздің аудан бойынша енді мына біздің Ақжол партиясына елден келіп отыр екенсіз қандай тапсырмаңыз бар біздің депутаттарға қандай тапсырмаңыз бар мәжілісте отырған осы бүгінгі талқылаған мәселе бойынша қандай заңнамалық қолдау керек сіздерге жаңағы айтып отқаны енді мемлекет басшысы осыны қолға алып отыр ғой жұмысшы мамандықтар жылы деп осыны қолдау яғни бет бұрыс керек қазіргі кезде осы жылды яғни осының аясында біз қандай да бір дұрыс жаңағы бір заңнамалар шығарамыз ба жаңағындай аудан орталығындағы болған колледждер агротехникалық колледждер болсын біріншіден мамандарды тарту білікті мамандарды тарту егер жақсы білікті маман болатын болса ертең оқушылар да студенттер де тартылады деп ойлаймын өйткені біздің қазір қолымызды байлап отқан осы білікті мамандар жоғары білімді балаларға үйрететін мамандар жетіспеушілігі ол үшін жаңағындай жәрдемақысы жаңағы қандай да бір бағдарлама осындай тұрғын үй мәселесі бойынша осындай бір жұмыстар қолға алу керек сияқты мүмкін соңында ғана бізге мына жоғары университетте бітіріп жатқан мамандар көп қой бірақ олар қайда кетіп жатқанын білмейміз шыны керек мына үлкен құрылыс компанияларында мына жақтан үй салып жатса мына жағында үйін ремонттап жатыр иә мына үйді ремонттап жатқан азаматтарға кірсеңіз өрімдей жас балалар біздің ұлт емес бұл көрші Өзбекстаннан келген жастар Тәжікстаннан келген жастар мына үйдің жаңағы жөндеу әрлеу жұмысымен айналысып жатыр бұл деген аз тұрмайтын нәрсе бүгін үйге таза ремонт жасап шығудың квадратный жаңағы шаршы метрі бүгін 35 мың теңгеден басталады 100 квадратный метрге жасап шығу үшін 3,5-4 миллион теңге ақша керек бұл осы жұмыстың барлығын атқарып жатқан біздің елге келіп жатқан жаңағы көрші мемлекеттің азаматтары осыларды бейімдеп біздің балаларды осыған үйрететін дүние керек сияқты меніңше бізде құрылысшы мамандығы болды осыдан 3-4 жыл бұрын жабылып қалды ол өйткені балалар келмеген осы құрылысшы мамандықтарына балалар жиналмады топ жиналмағасын жабылып қалып отыр жаңағыдай айтып отқан қазақ балалары ондайға келгісі келмейді қазақ балалары келгісі келмейді деп айтпаймын бұл жерде ата-аналар яғни ата-аналар құрылысшы мамандықтарға жібергісі келмейді міндетті түрде басқа мамандық жаңа алдында айттық қой заңгер ма тағы да басқа мамандықтар бар соларға милиция болу керек біреуді ұстау керек прокурор болу керек оны ұстаған адамды ұстау керек солай ғой енді былай ата-аналардың арасына қарасақ колледжде оқып жатқан балаларды қарасақ қазақ балаларын кімдің балалары оқып жатыр жаңа 4-ке 5-ке алтын белгіге жақсы оқып жатқан балалардың біреуі жоқ яғни мектепте сабағын дұрыс оқымай әйтеуір 9 жылын бітіріп немесе отбасының жағдайы төмен яғни басқа қалаға басқа жерге жіберуге мүмкіншілік жоқ сондай отбасылардан келіп отыр шыны керек жақсы Руслан Амантайұлы көп рахмет сонша жерден ат терлетіп келіп біздің бүгінгі хабарымызға қатысып отырғаныңызға
Елге сәлем айтыңыз, аманшылық болсын, сау болыңыз. Рахмет. Жақсы, сіздерге де рахмет. Енді не істейміз? Енді не істейміз? Енді не істейміз?